Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбінің сайтында жобасын түсіру үшін арнайы Шахтинск қаласына келдік. Бүгін мемлекеттік тілде еркін меңгерген Валентина ханыммен сұхбаттасатын боламыз. Қайырлы күн, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Карпович Валентина Николаевна, 63 жылғымын, 1963, 2 қыркүйекте тудым. Сіздің ұлтыңыз? Менің ұлтым орыс. Ал енді осы мемлекеттік тілді қашан, қалай үйреніп бастадыңыз, не сізді қызықтырды? Мемлекеттік тілді мен кішкентай кезімнен білем, өйткені мен Талдықорған облысында тудым, сол жерде өстім 8 сыныпқа дейін. Сосын қалаға көшіп кеттік, бірақ әлі жүрміз ұмытпай, солай. Жақсы. Ал енді осы жаңа сіздің жұмысыңызға келген арнайы түсіріп жатырмыз. Осы сала сіздің несімен қызықтырды, жұмысыңыз туралы айтып өтсеңіз, қай салада қызмет етесіз? Түсінікті. Сол мектепте жүргенде менің арманым болды осылай шаштаразды істеп, адамдарды сұлу қылып, әйтеуір шашпен арналасып, сондай менің арманым болды. Жақсы. Ал бізге отбасыңыз туралы айтып беріңізші? Мен тұрмыстамын, жолдасым бар, күйеуім біз бір жақта күйеу деп айтады. Жолдасым бар, 2 ұлым бар, біреу 42 жаста, біреу 26 жаста. Жақсы. Ал достарыңыз көп пе? Қандай өзге ұлтты достарыңыз бар ма? Достарым көп, әсіресе қазақ ұлтты достар көп. Қаланың тұрғындары мені бәрі біледі. Жақсы. Ал енді қазақ тілін үйренудің қандай артықшылықтары болды өміріңізде? Ой, өмірде талай қызық болды ғой. Автобуста жүргенде де естідік, мынаның сырғасы қандай, үлкен, анандай, мынандай, сосын қазақша сөйлегенде таңғалды бәрі, таңғалады. Жақсы. Ал қандай армандарыңыз бар? Қаңтар айында менде немере туды, Агата деген, ол қазір 6 айда. Соны өсіру, сонда қандай арман? Бал беріп болсын. Ал енді шетелдерге шығып көрдіңіз бе? Жалпы шетелдерге шығуды армандайсыз ба? Қай елдерге барғыңыз келеді? Мен шетелде талай рет болдым. Мен Дубайда болдым, мен Таиландта болдым, Туркияда болдым 2-3 рет. Ташкентте болдық 2 рет, Сарыағашта болдық, Қырғызияға барып келдік. Жалпы саяхаттаудан атасыз. Ал осы уақытыңызда демалысыңызды қалай өткізесіз? Дача, огород, шөп, бітпейтін шөп, сол. Жақсы. Ал енді қазақ тілін еркін меңгердіңіз ғой, жалпы қазақша өлең, ән, мақал мәтел білесіз бе? Иә, білем, кішкене өлең айтып берейін ба? Жақсы. Өмір бар ұзақ алда, шегіңе жете алмаспын, махаббат ыстық деп па, айтуға жасқандың ба, ай гуля, ары қарай солай. Тамаша. Енді бір шаңырақ астында түрлі ұлт өкілдері өмір сүреміз ғой, жалпы бұл біздің татулығымыз, бірлігіміз не үшін маңызды, оны қалай сақтауға болады? Мен Молодежный көшесінде тұрам, бізде 7 отбасы Қытайдан келген кісілер, 4 отбасы Монғолиядан келген кісілер, сосын Өзбекстаннан келген кісілер. Олар бәрі қазақша жазуды онша білмейді, мен үйретем, көрсетем. Солармен бірге барам, анау жарыққа, анау электричествоны, светті өткізуге. Әйтеуір көмектесем соларға, солармен араласамыз. Жақсы. Ал енді қандай бала армандарыңыз болды орындалған бала кезімде? Бала кезімде ауылдан қалаға кету сондай арман болған. Біреу алып кетсінші, квартира алу үшін сондай арманым болатын. Көшіп кеттік сол арман үшін. Жақсы. Ал енді сұхбатымыздың соңына қарай көрермендерге айтар тілегіңіз, немесе бір берер мотивацияңыз болса? Көрермендерге қазақ тілін оқыңдар, оқып алыңдар, білесіздер, өмірде былай жақсы болады, сонда көмек болады, шет-шеттен түсінесіздер адамды, өте жақсы. Маған көп талай жерде көмектесті маған қазақ тілі. Тойға барғанда айтам өлең, тілек бергенде сондай бәрін адамдар естіп, солай таңғалып, солай отырады. Тамаша, сізбен бүгін сұхбаттасқанымызға, әңгімелескенімізге өте қуаныштымыз. Осылай қазақ тілін қолданыс аясын кеңейтіп жүре беріңіз. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Рахмет сізге де. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі сәрсенбіде кездескенше.